Дәулетті оқырмандарым, мынау менің, білмеймін, енді 10 жылдан асты ғой деймін. 2009 жылы мен Алматыға барғам, 12 жыл болады. 2009-да мен жатақханаға, қабырғаларға іліп қоятын осы сөздер. Сосын пәтерге көшкен кезде стенадан жұлып алып кететінімді. Сонымен арты бәрі скотчталған бит жабыстырып қоятын. Қараңыздаршы, міне, у меня это получится, мысли материализуются деп мен бұны 2011 жылы жазғанмын. Яғни сол 2011-де жазғанда менің айлық табысым $2000 болса екен деп бір болады ғой адамда, студент кезде қиялдап жазғанмын. Бұл $2000 табысқа мен 2014 жылдың жазында жеткен болатын. Одан кейін бір қағазымда $5000 деп жаздым, оған да жеттім. Одан кейін 10.000 деп жаздым, оған да жеттім. Енді 2021-де тағы да бір сумма жазып қойдым, Алла қаласа оған да жетерміз деп. Сосын менің жалпы өзімнің қағидамда мына сөздер ұнайды. Ақша бәрін ұмытта мені тап дейді, уақыт бәрін ұмытта маған ер дейді, өмір бәрін тастап мен үшін күрес дейді, ал құдіретті Алла тағалаған айтады, мені есіне ал, мен саған бәрін берем дейді. Сондықтан Құдайды ұмытпаңыздар ешқашанда. Сосын мынандай орысша сөздері бар. Жаңағы мен Дәулетті күнделікті жазған Мұхамеджан Тазабеков ағамыздың сөзі міне мотивация береді маған. Жалқаулық жаратқанға ұнамайды, қамсыз қазақ қарт айтқан ұлы Абайды, білек түріп қарекет қылғандардың бақытке бесігінен сығалайды дейді. Одан кейін орысша деп айттым жаңа. Одан кейін мына сөз ұнайды. Бұл менің кәдімгі ұраным күн сайынғы. Әрбір таңды күліп қарсы ал, жақсы істер істе. Бүгінгі гүл, ертеңгі тарих қайталанбас сәт. Мен бүгін жоқ дегенде бір адамға бір жақсылық жасаймын деп мен сөйтем. Сіздер де осы немен өмір сүрсеңіздер, қағидамен жаман болмайсыздар деген ойдамын. Одан кейін міне хадистер, көп хадистер жазып оқитынмын. Міне қараңыздаршы, скотч квартирадан квартираға көшкенде мен қабырға жабыстырып қоятын. Сонда бір армандар тақтасы дейін ба, сөйтіп тұратын. Ол балалар күледі маған, сен бір қиялисың, басқа бір әлемде өмір сүресің деп. Кейіннен сол достарым айтады ғой, Дәулет, осы сенің қабырғанда не жазылып тұрады, соларды бір еске түсіріп алайықшы деп. Міне негізі хадисмен ниетің қандай болса, татқаның сондай болады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көп нәрсені айтады мен ниетке байланысты. Егер де сіз біреуге жақсылық жасаймын деп ниеттенетін болсаңыз, сізге де сол жақсылық келетін болады. Егер де сіз мысалы қарапайым біреуге қарыз алған кезде мен оны қайтарам деп, уақытынан бұрын қайтарам деп ниеттенетін болсаңыз, тура солай болады. Ал егер де сіз қарыз алған кезде, ғой мен танысым ғой, мен одан өтірік 1 ай деп айтам, бірақ шын мәнінде 2 айдан кейін қайтарам десеңіз, тура сол 2 айдан кейін, 3 айдан кейін қайтарасыз. Себебі сол қарыз қайтару тұсында да бір қиындықтар тап болады өзіңізде. Сондықтан барлық нәрсе ниетке байланысты. Сіздің ниетіңіз шетелге қыдыру ма, міндетті түрде оған жетесіз. Ал енді сіздің ниетіңіз мысалға үй алу ма, оған да міндетті түрде жетесіз. Бастысы сіздің ниетіңіз дұрыс болу керек. Анау айтамын ғой, депозит ашқан кезде адамдардың көбі бітеді, кезінде жаяша салған бейт, болмаса түсінбедім дейді. Ең бірінші депозит аштыңыз ба, ниетіңіз үй алам деу керек те, болды. Сол ниетке міндетті түрде жетесіз мысалға. Одан кейін қандай сөздер бар мына жерде? Жаңағы ақшаны үнемде деп жазып қоятын. Міне сабыр, 6 сағаттық ұйқы дейтін. Мен 12, уже 15 жылдан асып кетті, 6 сағат қана ұйқымен жүре беремін. Экономия, жақсы көңіл күй, позитив, жаңалық оқимын үнемі. Сосын уақытымен тамақтан дейді. Енді шыны керек, кейде уақытымен тамақтану өтірік болып кетеді. Бірақ қалған нәрселердің көп нәрселері орындалған. Сосын мен жазып қоятынмын. 2015 жылы бұйырса үйленем, 2016-та әке болам деген сияқты өзім көп қиял нелерім бар. Аллаға шүкір барлығы орындалып жатыр. Сондықтан жақсы нәрсе армандаңыздар, жақсы ниет етіңіздер, бастысы мақсат қоя білсеңіздер, міндетті түрде жетесіздер. Міне сіздерге кәдімгі бұл 10 жылдан асып кетті, 11-12 жыл болып қалатына қараңызшы, қандай уже аппақ қағазым сарғайып жатыр. Бірақ ішіндегі сөздер өте күшті, өте бір мотивация береді маған. Сіздерге де мотивация болсын деп осы видеоны мен салып отырмын. Сәттілік.